Келесі сөз Байтақ Қазақстандық Жасылдар партиясының төрағасы Әміртаев Азаматхан Сайлауұлына беріледі. Рахмет. Бұл жерде бұл заң жобасын қолға алып жатқан мәселені біз қолдаймыз. Бұл орынды мәселе. Мысалға, мынау жануарлар дүниесін қорғау, орман шаруашылығын қорғау мәселесі бүгін күні үлкен проблема мәселе. Мен кешен аргүні Семей орманда болдым. 650 мың гектарда орналасқан орманнан қазір жартысынан аз қалды. Оның бәрі сол бизнесті қолдау деп браконьерлердің бәрін жіберіп, қалай ол болып атқан түсініксіз. Сондықтан бұл мәселе қадағалауда болу керек, бұл реттелу керек. Сондықтан министрліктің ұсынып отырған мына жобасын мен қолдаймыз, өте дұрыс. Сонымен қатар мына жануар әлемінде браконьерлер мәселесін біз шешуіміз керек. Қазір қаншама, қазір мысалға солтүстік облыстарда қасқырлар жоқ. Шетелден келеді браконьерлер, бәріне жол ашылған. Бәрінде аңшы деген жаңағы лицензиялар бар, кәсіпкерлікті дамыту керек дейді. Олардың қанша жұмыс орнын қамтамасыз етіп отыр, салыққа қанша төлеп отыр, ешкім білмейді оны. Сондықтан бұл мәселелерде көрсетілген заң жобасындағы барлық пункттарды біз қолдаймыз. Жаңағы браконьерлер бойынша арнайы заңды қатаңдатыру керек. Осы мәселені қолға алсаңыздар. Рахмет. Рахмет. Жақсы, өте орынды дұрыс ұсыныс. Жалпы міндетті түрде біз орман шаруашылығын қорғауды қолға алуымыз керек. Жаңағы Семей орман дейміз ғой, ол өте үлкен алқапталып жатқан орман. Онда ішінде не болып жатқан біраз азаматтар біледі, біз секілділер. Сондықтан да оның бәріне жан-жақты қарап, тиісті ұсыныстар енгізіп, оны қабылдауға атсалысамыз.